Саламатсыздар ма? Бүгін біз ИП-ның жұмысшысына аударатын төлемдерді қалай төлеу керектігін және ол қалай жүзеге асатынын үйренетін боламыз. Жалпы ИП жұмысшыға 5 түрлі төлем төлейді. Олардың біріншісі ол міне пенсионка. Одан кейін бар. Екінші ИПН. Одан кейін медстраховка, взносы. Одан кейін төртінші социальные және бесінші отчисление на медстраховка. Ол да медстраховканың бір түрі. Енді пенсионканы жалпы ИП-ның жұмысшысынан 10%-ға төлейді. Оны білесіздер. Мысалы 60 мың теңге айлық болатын болса, оның 10%-ы пенсионкаға төленеді. Пенсионка, ИПН және взносы на медстраховка бұл осы 3 төлем жұмысшының айлығынан ұсталып қалады. И сәйкесінше ИП-ның атынан фондтарға төленеді. Қазір жеке қалай Каспий KZ арқылы қалай төлеу керектігін үйрететін боламын. Ал социальный мен отчисление на медстраховка екеуі ол нагрузка на работодателя. Яғни жұмыс беруші атынан, жұмыс берушінің қалтасынан жұмысшыға төленеді осы 2 төлем. Жұмысшының айлығынан ұсталмайды, бірақ оны жұмыс беруші өзінің қалтасынан жұмысшыға төлейді ИП-ның атынан. Бұл 5 төлем де ИП-ның атынан жұмысшыға төленеді. Егерде қандай да бір кісі қандай да бір ИП-ға жұмысшы болып тіркелсе, заңды түрде, міндетті түрде осы 5 төлем ол кісінің атына төленіп тұруға тиіс. Бұл жерде пенсионка деген білесіздер, ол зейнетақы қорына төленетін төлем. ИПН дегеніміз бұл индивидуальный подоходный налог. Қазақша жұмысшының жеке табыс салығы. Және взносы на медстрахование. Бұл да медстраховкаға төленетін медстраховканың жарнасы. Ал төртінші социальный бұл әлеуметтік төлемдер деп аталады. Жалпы бұл да өте негізгі және міндетті төлемдердің бірі болып табылады. Отчисление на медстрахование тоже бұл да медстраховканың түрі болады. Бұл екі медстраховканың да түрі төленуге тиіс. Бүгін біз осы жерде осы пенсионканы және медстраховканы, социальные және отчисление на медстраховканы қалай төлеу керек екенін үйренетін боламыз. Дәлірек айтқанда дұрыс төлеу ретін үйренетін боламыз. Ол үшін Каспий KZ приложениесіне кіреміз. Енді жоғары жақтағы 3 сызықты бассақ, то есть басылмай қалды, 3 сызықты бассақ, бізге Каспий KZ-дің услугалары шығады осы жерден. Платежи, яғни төлемдер дегенді таңдаймыз. Осы жерден все дегенді таңдап аламыз. Сол кезде бізге Каспий KZ көмегімен төлеуге болатын барлық мүмкіндіктер шығады. Енді осы жерден таңдаймыз. Госуслуги, штрафы, налоги дегенді таңдаймыз. Осы жерде платежи для ИП осыны таңдаймыз. Енді бізге пенсионканы төлеу керек болды. Ең алдымен пенсионканы төлейміз. Обязательные пенсионные взносы. Выберите тип платежа дегенге кіреміз. И обязательные пенсионные взносы КНП 010 деген. Осыны таңдаймыз.
осыны таңдап аламыз. Ал астындағы ол басқа, ол пеня жүрген кезде ғана бұны басасыздар. Ал главный төлемдерді төлеу үшін бірінші тұрған төлемдерді басамыз. Міне, таңдалды обязательно пенсионные взносы. Период оплаты. Қай айға төлеу керек бізге? Өткен ай май айына төлеу керек болсын. Таңдаймыз, окей дегенді басамыз. Одан кейін иін плательщикка. Иін плательщикка бұл жұмыс берушінің иіні. Жұмыс беруші, яғни ИП-ның егесінің иіні жазылады. Мысалы, жұмыс берушінің иінін жаздық делік, енді работниктің иіні жазылады. Мына жерде ИП-ның жұмысшысының иіні жазылады. Так. Деп примерно жазамыз да. Продолжить деп суммасын жазып, ары қарай төлеп жібереміз. Енді бізге керекті социальное отчисление. Екінші төлеуді үйренетін боламыз. Выберите тип платежа, бірінші тұрған таңдаймыз, яғни КНП 012. Так, кетті. Период оплаты тоже таңдап аламыз. Қай ай керек, соны таңдап аламыз. Иін плательщика. Тоже жұмыс берушінің иінін жазамыз. Астына работник, яғни жұмысшының иінін жазамыз. Қанша төлеу керек, айлығына байланысты, жұмысшының табысына байланысты жазамыз. Келесі видеоларда міндетті түрде қалай қанша төлеу керек екенін есептеуді үйрететін боламын. Қазір мысалы сіздерге түсінікті болу үшін 60 000 айлықтан жұмысшыға қанша суммадан міндетті әлеуметтік төлемдерді жіберетін көрсетіп мысал келтірейін. Мысалы 60 000 айлық жұмысшының айлығы делік. Пенсионка 6 000 теңге. ОПВ дегеніміз обязательно пенсионные взносы 6 000 теңге. Бағана қалай көрсеттім ғой, соның орнына 6 000 деп жазып, мысалы жарайды, пенсионканы көрсеттік. Енді СО дегеніміз социальные деген сөз. 2100 теңге, яғни 60 000 айлықтан есептегенде социальные 2100 теңге аударуға тиіспіз. Енді міне социальный иін плательщикка, яғни жұмыс берушінің иіні. Жұмыс берушінің иінін жаздық. Иін работника. Иін работниканы жаздық. Работник достиг пенсионного возраста дейді. Мен жазған иінімдегі кісі ол пенсияның возрастында дейді. Көрдіңіздер ме? Ол кезде уже работникқа пенсионы жүрмейді, егер пенсионерді жұмысқа алсаңыздар. Так, қанша болады? 2100 теңге. Деп к оплате дейсіздер. Окей. Бұл кісі мына жерде не болғандықтан, пенсионер болғандықтан ары қарай шықпай тұр. Енді к оплате деп төлеп жібересіздер. Одан кейін енді бізге бұл жерде керек. Обязательно пенсионный взносы бірінші көрсеттім, оны 6 000 теңге, яғни 60 000 айлықтан 6 000 теңге. Социальное отчисление 2100 төлеуді үйреттім. Енді отчисление на обязательное соцмедстрахование, яғни на ертегі тұрған бізде отчисление
Отчисление на соцмедстрахование. Енді осыны төлейміз. Период оплаты таңдаймыз. Июнь болсын мейлі, окей. И период таңдадық. Ары қарай тура жаңағыдай жұмыс берушінің иіні, работниктің иіні, к оплате деп ары қарай төлеп жібересіздер. Бұл жерде сумма бізде 1800 теңге. 1800 ОСМС дегеніміз ол отчисление соцмедстрахование деген сөз. Осыған 1800 төлейсіздер. Одан кейін барып, енді взносы на обязательно соцмедстрахование. Бұл емес. Бұны былай төлейміз. Платежи для ИП емес. Отчисление для самозанятых деген басамыз. И осы жерде взносы на обязательно соцмедстрахование. Уақыттың бітуіне байланысты былай істейік онда. Қазір біз үйрендік пенсионка и социальное және отчисление на медстрахованияны қалай төлеу керек екенін үйрендік. Енді ИПН мен взносы на медстрахованияны қалай төлеу керек екенін келесі видеода міндетті түрде көрсететін боламын. Қазір видео 10 минуттан асып баратыр. Сол үшін осы жерден видеоны тоқтатамын. Главное осы үшеуін үйреніп алыңыздар. Негізі тағы бір айта кететін нәрсе, осы төлемдердің барлығы бір сөзбен әлеуметтік төлемдер деп аталады. Және ИП-ның жұмысшысына бөлек, ИП-ның иесіне бөлек әртүрлі төлемдер бар. Мысалы, ИП-ның иесі 3 төлем төледі, ал ИП жұмысшысы үшін осы 5 төлемді міндетті түрде жіберу керек. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Келесі видеоны күтіңіздер.